Сәлеметсіздер ме, құрметті менің көрермендерім, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен бірге қазақша рецептте хит болып жатырған ұн қуырдақ тағамын пісіріп көремін. Өзім де бірінші рет пісіріп тұрмын. Жалпы екі түрі бар екен. Екіншісінде болгар бұрыш сәбіз қосып пісіреді екен. Мен осы қуырдақ деген атына сай болсын деп осы түрін таңдадым. Өте дәмді шықты, енді айтарға сөзім жоқ. Сіз де отбасыңызға дайындап көріңіз. Өте қатты ұнайтынына сенімдімін. Ол үшін видеоны толықтай көріп шығамыз. Ал бисмилля. Менде жас мал сиырдың еті, қуырдаққа арналған еттері, өкпе, бауыр барлығы бар. Алдымен осылай майдалап турап алдым. Бауырын бөлек ыдысқа қоя тұрдым. Және мында 2 дана пиязды жіңішкелеп турап жатырмын. Сосын қызып тұрған қазанымызға 2 ожау май құйып, бірінші етімді салып әбден қуырып алдым. Ет біраз қуырылғаннан кейін ғана бетіне пиязымды салып, мінекей көріп тұрғаныңыздай жарты қасық тұз салдым. Вкусыңызға қарай, енді қаласаңыз бұрыш қосыңыз, қаламасаңыз қоспаңыз. Мен бұрыш қостым. 15 минуттай әбден қуырып алып, сосын азғантай суын құйып, еттің мөлшеріндей бетін жауып бұқтырып қойдым. Одан кейін отбасымыздағы адам санына бөлшеп, картошкалерімді тазалап, турап алып жатырмын. Ірі-ірі қылып тураймыз. Мінекей көріп тұрғаныңыздай. Сосын бір суала қамырымызды илеп аламыз. Бір жұмыртқа қосып. Менде кешегі күннен қалған қамырым бар екен, сондықтан видеоға түсірген жоқпын. Мінекей еттің қамырын жазғандай қылып, өте жұқа қылып жазып аламыз қамырымызды. Егер сіз менің жаңа көрерменім болсаңыз, каналыма жазылуды ұмытпаңыз. Егер видео ұнап жатқан болса, лайк басыңыз. Бұл сіз үшін түкте болмаса, мен үшін каналымның дамуы үшін өте маңызды. Және де қоңырау шанын да басып қоюыңызды сұраймын, өйткені мен каналыма аптасына 5-6 рет түрлі рецептілер салып отырамын. Оның ішінде торттар, тәттілер, қазақтың ұлттық тағамдары, өзге ұлттардың да тағамдарын салып, каналымды қызықты әрі пайдалы қылуға тырысамын. Алдыңғы видеода дамский пальчики пісірген болатынмын. Соның ссылкасын жоғарыда қалдырып кетем, көріп шықсаңыз болады. Ал енді қамырымызды осы жерде 4-ке бөліп аламыз, ыңғайлы болу үшін. Мен етім тез пісті. Мана видеоның басында айтып кеткем, жас сиырдың еті деп, яғни баспақтың еті болатын. Мұнда енді еттің үстіне картошкалерімді салып, және де оның үстіне бауырды салып былғап жатырмын. Араластырамыз да, бетін бұқтырып, орташа отқа қайтадан қаппағын жауып қоямыз. Енді бұл уақытта жайылған жаймамызды кептіріп аламыз. Мінекей мұнда мен пештің табасын қолданып жатырмын. Газдың үстіне қойып, жаймамызды осылай кептіреміз. Оның кепкенін ағарғаннан білеміз. Қараңызшы, видеода көріп тұрсыз, ағарып жатыр да, кеуіп кәдімгідей. Қатты күйдіріп жібермеңіз. Мінекей екінші бет лаваш сияқты кептіріп алып жатырмыз. Кепкен жаймамызды жылылай орап кесіп аламыз, кеспей кескендей. Мұздап кеткен күтіп отырмаймыз, өйткені бұлар мұздап кетсе қатпарланып сынып кетеді. Сондықтан да мінекей мында жіңішке алып кесіп алып жатырмын. Өте керемет, арасына ұн да сеппейсіз, бір-біріне жабыспайды. Су тартылып қалса жаймам құрғақ болып қалар деген оймен суын сәл көптеу құйып қойдым. Енді еттің бойымен бірдей қылдым. Еттен сәл аздау қылып қойсаңыздар болады. Мінекей мында көріп тұрғаныңыздай кеспелерімді қуырдақтың бетіне салып, және де себелеп 3 қасық сұйық май құйдым да, қақпағын жауып, орташа отта 15 минутқа бұқтырып қойдым. Ал мінекей біздің 15 минут уақытымыз өтті, тамағымыз дайын болды. Мен мұнда былғап араластырып жатырмын. Мінекей. Көп араластыра берудің де қажеті жоқ, картошкамыз езіліп кетуі мүмкін. Достар, егер сізде мен сияқты ұн қуырдақтың дәмін татпаған болсаңыз, міндетті түрде пісіріп көріңіз. Өте керемет шықты, енді айтарға сөзім жоқ. Тоймай қалдық десек те болады. Енді отбасыма жиі дайындап тұратын боламын. Сіз де дайындаған болсаңыз, комментарийға өз ойыңызбен бөлісіңіз. Менімен бірге дайындағаныңыз үшін рахмет. Сау саламат болыңыз.